Армысыздар достар, hi friends. Сіздердің назарларыңызда ағылшын тілін мотивациялық нақыл сөздердің көмегімен үйрететін English plus Motivation авторлық жобам. Бүгін 11-ші сабақ. Сонымен ағылшын нақыл сөз Don't wait for the right opportunity. Create it. Авторы Джордж Бернард Шоу. Бұл ағылшынша атауы. Джордж Бернард Шоу бұл ағылшындардың драматургі жазушысы. Енді қазақша мағынасы оңтайлы мүмкіндікті күтпе, оны жаса. Құрметті достар, сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзге жеке-жеке тоқталып өтейін. Мына жерде негізгі етістік wait, күту. Wait for бір нәрсені, біреуді күту. Don't wait, күтпе. Don't деген сөз бұл жерде көмекші етістік болып тұр. Бұл болымсыз сөйлем жасап тұр. The дегеніміз ол белгісіз артикль, қазақ тіліне аударылмайды. Right дегеніміз оңтайлы. Оңтайлы, тағы бір кең таралған мағынасы дұрыс. Opportunity, мүмкіндік. Create, жасау. It, оны. Құрметті достар, араларыңызда мені алғаш рет көріп тұрған осы бейне жазбаны алғаш рет көріп тұрған адамдар болса, өзімді таныстыра кетейін. Менің толық аты жөнім Мирнат Мейсала. Мен ағылшын тіл сындыру кітабының авторымын. Бұл кітап ағылшын тілін қазақ тілі арқылы тиімді, қарапайым, оңай әдіс тәсілдермен үйретеді. Әріптен бастап 3000 сөзге дейін сіздерді білімдеріңізді толықтырады. Құрметті достар, бұл кітапқа мына жерде жазылып тұрған телефон нөмірі арқылы хабарласып, WhatsApp-қа жазып, тапсырыс бере аласыздар. Бағасы бары болғанда 3500 теңге. Алуға асыңыздар, алсаңыздар еш өкінбейсіздер. Сонымен достар, бүгінгі нақыл сөзді тағы бір қайталайық. Don't wait for the right opportunity. Create it. Джордж Бернард Шоу. Оңтайлы мүмкіндікті күтпе, оны жаса. Құрметті достар, осы бүгінгі нақыл сөз көңілдеріңізден шықса, ұнатуға лайк деп тапсаңыздар, лайк басыңыздар, яғни бас бармақ басыңыздар. Мына бүгінгі нақыл сөзді жаттап алып, өз-өздеріңізді қамшылаңыздар. Сіздерге табыс тілеймін. Good luck!